Дуадақ. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Шілде айының басталған кезі. Аспан айналып жерге түскендей. Жеңіл мәшинедеміз. Даңғыл дала жолының екі жағы қаптаған шөпшілер. Біз елсіз қырға шықтық. Ақселеудің арасынан шөл еркесі сескенуді білмейтін алып дуадақты көрдік. Мен атамын, деп таласып қалдық. Ортамыздағы агроном Бектемір. Атпаңдар, бізден үрікпеуіне қарағанда, бұл дуадақтың осы маңда балапаны бар. Обалына қалмаңдар, деп бәйік болды. Шынында да дуадақ бізден қорыққан жоқ. Қанатын біраз сермеді де мәшинеден түскен бізге қарап отыра берді. Жүргізуші, қалбай екеуіміз балапаныз деп төңіректі тінте бастадық. Бізден көз алмай отырған дуадақ бір сәт қанатын қомдап, ызбарлы үнмен ысылдап, өзімізге қарай тұра жүгірді. Қалбай екеуі бір-біріне айбат шегіп, жағаласа кеткелі тұрған тентектей арбаса қалды. Мен қалбайдың қасына келсем, аяғының астынан 2 метрдей жерде шөптің арасында үлпілдеген сары көдеге ұқсаған балапан жатыр екен. Қыбыр етер емес. Дуадақ маған айбат шеге бастағанда қалбай балапанды жерден көтеріп алып, қос уысында ұстап, ана дуадаққа қарады. Қас қаққандай болған жоқ, маған қарсы ысылдап тұрған дуадақ сәуледей жалт етті де шегіне беріп, оңға қарай атылды. Ол қалбайдың қолындағы балапанды топшысымен қағып түсіргенде кішкентай сары ауыз зыр қағып жүгіре жөнелді. Қалбай балапанды қуып барады, мен дуадақтың алдын қаумалап келемін. Талас көпке созылған жоқ. Қалбай балапанды ұстап алып, мәшинеге беттеді. Мекен дуадақ ысылын үдетіп, бірнеше рет көтеріле ұмтылып, баласын алып қалуға әрекет етті. Бектемір екеуіміз, балапанды жіберу керек, обал, ана байғұсқа қиянат етіп қайтеміз, деп көріп едік, қалбай көнбеді. Ілгері жүріп кеттік. Балапан қалбайдың сөмкесінде. Мәшиненің жүрісі баяу. Бектемір жеңімнен тартып, қарашы, деді. Терезеге үңілсем, әлгі мекен дуадақ кейде қанатын жайып көтеріле түсіп, көбіне безек қағып жүгіріп, мәшинемен қапталдаса жарысып келеді екен. Бектемір таусыла сөйлеп, қалбайды көндірді. Тоқтадық, балапанды сөмкеден алып, бостандыққа жіберген сәтте, төбешік басында отырған дуадақ жанталаса жүгіріп келді де қанаты қатпаған сары балапанын төсіне басып отырып қалды. Бізге рахмет айтқандай, қанатын сермеп қойды. Сөздік, мәтіндегі қиын сөздер. Даңғыл жол, бөгетсіз, кедергісіз, кең жол. Мекиен ұрғашы дуадақ. Бәйік болу, жаны қалмай құрақ ұшу, қатты алаңдау. Қанатын қомдау, қанаттарын ұшуға ыңғайлау. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.